Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін ақпанның 16-сы. Сабақтың тақырыбы Шоқан мен мүсінші бала. Шоқан и мальчик-скульптор. Жаңа сөздермен жұмыс жасаймыз. 43-ші бетті ашамыз. Жаңа сөздер. Мүсін скульптура. Мүсінші скульптор. Танымал, известный. Әлем, мир. Қайталаймыз. Мүсін скульптура. Мүсінші скульптор. Танымал, известный. Әлем, мир. Есіне сақта. 43-ші бет. Мен мүсін жасаймын. Я делаю скульптуру. Сен мүсін жасайсың. Ты делаешь скульптуру. Сіз мүсін жасайсыз. Вы делаете скульптуру. Ол мүсін жасайды. Он или она делает скульптуру. Оқылмайтылым 43-ші бет. Мүсін скульптура. Мүсін жасау, делать скульптуру. Мүсінші скульптор. Танымал, известный. Әлем, мир. Ол әлемге танымал мүсінші. Он известный миру скульптор. Оқылым 3-ші тапсырма 44-ші бет. Бұл жерде диалог берілген. Оқылым. Мына мүсіндерді кім жасады? Кто сделал эту скульптуру? Мен жасадым. Я сделал. Керемет, сен атақшы мүсінші боласың. Оқуға барасың ба? Прекрасно. Ты станешь известным скульптором. Пойдешь учиться. Әкемде, шешемде жоқ. Қалай барамын? Нету и отца, и мать. Нету ни отца, ни мать. Как поеду? Қорықпа, мысық, мен саған көмектесемін. Не бойся, мысық, имя мальчика. Я тебе помогу. Шоқан мысықты Ресейге өзімен бірге алып кетті. Шоқан вместе с собой увез мысыка в Россию. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. После мысық стал известным в мире скульптором. Оқу тапсырмасы 4-ші тапсырма 42-ші бет жазылым. Шоқан көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып жаз. Вместо точек, көп нүкте вместо точек, нужно ставить нужные слова. Керекті сөздер, нужные слова. Әлемге танымал мүсінші, известный всему миру, известный миру скульптор, мүсін скульптура, мысықпен Ресейге, в Россию. Мысықпен — это мысық, это имя мальчика. Шоқан ауылға келгенде мысықпен танысты. Когда Шоқан приехал в деревню, он познакомился с мысықом. Мысық мүсін жасайды. Мысық делает скульптуру. Шоқан мысықты Ресейге алып кетеді. Шоқан мысыка увозит в Россию. Кейін мысық әлемге танымал мүсінші болды. После мысық стал известным миру скульптором.
Балалар, тағы біз жаңа сөздерді қайталайық. Мүсін скульптура, мүсінші скульптор, танымал известный, әлем мир. Біз қандай сабақты бүгін өттік? Шоқан мен мүсінші бала. Шоқан и мальчик скульптор. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.